Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне тіл майданы қозғалысы бүгін мынау Қарағайлы паркте жиналдық. Енді достар, міне Даниярдың айтатын сөзі бар. Ассалаумағалейкум. Жаңа Қуат ағамыз айтқандай, біз мемлекетшіл адамдармыз деді. Қазақ тіліне жанын ашитын адамдар, нағыз мемлекетшіл адамдар солар. Біздің арамызда ешқандай арандатушы жоқ. Біздің ниетіміз арандату емес. Біздің ең басты түпкі ниетіміз мемлекеттің күшін, мемлекетті нығайту. Өйткені тіл бұл мемлекетті күшейтетін ең негізгі құрал. Мемлекет бір тұтас болу үшін бір тіл болу керек. Егер мемлекетте бірнеше тіл болса, онда ешқандай тәртіп болмайды. Ол кезде сепаратизм болады. Мысалы, Украинада, Белоруссияда осы тілдің кесірінен сепаратизм басталып, неше түрлі арандатушылар көбейіп кетті. Мысалы, сонау 80 жылдары ма, Молдовада Приднестровье деген мемлекет құрылды. Ол да осы орыс тілді сепаратистердің кесірінен. Олар мемлекетті бөліп, өздері Приднестровье деген мемлекет құрып алды. Сол мемлекет әлі күнге дейін 80 жылдардың деңгейінде қалып, еш дамымай жатыр. Осының бәрі екі тіл болғанның кесірінен. Сондықтан бізге мемлекетті нығайту үшін ең бірінші қазақ тілін күшейту керек. Қазақ тілінің статусын күшейту керек. Сол кезде ғана біздің мемлекетіміз бір тұтас болады, сол кезде мемлекетіміз күшейеді. Ал егер біз бұл жұмысты, бұл істі қолға алмасақ, біздің мемлекетіміз ешқашан дамымайды. Өйткені тіл бір болған кезде менталитет бір болады. Сол кезде қоғамда бірігеді. Ал қазір біздің қоғам бірігіп жатқан жоқ. Өйткені олар екі тілде сөйлейді, олардың ой өрісі бәрі бөлек, олардың менталитеті бөлек. Ондай қоғам ешқашан ілгері тартпайды. Біреу бір жаққа, біреу екінші жаққа тартады. Ондай жерде әрқашан арандатушылар да болады, сепаратистер де болады. Ондай мемлекетте азаматтық соғыс басталу қаупі әрқашан да болады. Осыны есте сақтайық. Мемлекеттің бір тұтастығы үшін ең бірінші бір тіл болу керек. Едіге. Ассалаумағалейкум, қандастар. Есімім Едіге Ахмет. Бүгін Қарағайлы паркіне тіл майданы енді кішігірім жиылыс болып жатыр. Сондықтан жаңа Данияр бауырым айтқандай тіл жанашырлары бірігу керек. Онымен толықтай келісемін. Одан кейін ең басты мақсат мемлекеттік тіліміздің мәртебесін, аясын кеңейту керек, мәртебесін көтеру керек. Өйткені мемлекеттік тіл бұл біздің байлығымыз. Соны ешқашан ұмытпаймыз. Ұмытпайық та ағайын. Әр жерде жүрген жерімізде қорғап жүрейік. Соны айтайын. Жақсы. Сонымен осы бүгінгі кішігірім осылай бас қосу аяқталды. Достар, осылай қорықпай шығындар бірінші осы 10-12 адам шығады, ертең 20, 50, 100. Осы тіл мәселесін халық өз қолына алмаса, орыс тілді азаматтар олар ешқашан қазақ тіліне жаны ашмайды. Сондықтан халық болып, өзіміз осыны қолға алайық және тіл майданы қозғалысына қосылыңыздар.